Салам алейкум жігіттер. Мен машинамды көрсетейін деп бүгін. Мына машинаға Ravon R4 алғаныма 4,5 жыл болды. И Яндекспен жүремін. Сол состояниесін көрсетейін дегенмін, қазір қандай екен. Алған кезде ручкаларын мына жерге пленка жабыстырғам, мына жерге былайынан. Мен қазір шешіп жатырмын. Советі қалыпты, жақсы состояниеда. Сосын мен алған кезде мына жерге салафанды өзім жабыстырып қойғам ғой. Мен астына мындай салафан. Яғни мына жерге тибейді ғой қисық аяқтар. Мына жерде салафан, сиденьясы бәрі салафанда тұр. Су ештеңе төгілсе түкті болмайды. Қазір арт жағын көрсетейін. Міне мына жерден бәрі пленка болған, мен жаңа шешіп жатырмын қазір. Мына жуғаннан кейін бәрі әдемі болады. Сосын мына жерде де пленка тұр, мына жерде. Өткенде шыққан кезде былай жабады да, мына қолдар тиеді, мына тырнағымен деген сияқты. Сосын мына жерге тұр. Мына жерге қалың пленка тұр. Өткенде жабылмай қалған кезде осы жерден итеретіндер бар да, қолында кілт неше түрлі мусорлармен осы жерден итереді деп. Сол үшін мына жерде жабыстырып қойғам. Сосын ашамыз. Так, мен мына жерде өзім жабыстырып алғам, колхозбай сылып, мен шешіп жатырмын қазір. Жылтырап әдемі болып шығады қазір бәрі. Мына порог, мына жерден бастап мен скотч, обычный скотч жабыстырғам. Былай, мына жерге дейін. Қазір жуған кезде бәрі әдемі болып шығады. Жылына бір рет істеймін осының бәрін. Мына обычный скотч қой, негізі жуған кезде әдемі болып шығады қазір. Сосын міне аяқтың асты мынандай не. Салафан өзім жасап алғам бәрін. Салафан былай болып кетеді, сиденьяға бірге мынаның бәрі ше. Мынаның бәрі. Мен сиденьясы негізі бір рет алкаш сиіп қойып, құтқарып қалған салафан. Просто чехолды ауыстырып тастадым, болды. Новый чехол салдым, болды. Мынандай қалай кипсең де дым болмайды да, ковролин новый состояниеде тұр да, мынандай. Новый кәдімгі. Салоннан қалай болды? 5 жыл бұрын. Сондай состояниеде тұрмын. Мына жердегі пластиктар бәрі жылтырлап тұр да. Қалай тепсең де пластик сырылмайды. Осы алдыда солайын аяқтың асты бәрі жерде салафан. Телефон регистратор. Сосын мына қараңыздар, міне. Мынау ручкалар, мынандай ручкалар болып тұр. Өйткенде мынаны алған кезде қандай болды, мына жер тап-таза, міне. Сөйтіп потолок аппақ. Өйткенде мына жерде ешкім тастамаса, ешкім потолокты тастамайды да. Айтам, потолокқа тиіспеңдер, айналайын деп. В общем, состояниесі солай. Мен сосын багажикті көрсетейін. Енді багажикті, мына жерде тұратын өзім ковролин үйге қойып қойғам. Просто мына жерде темір мына жатқан. Мына жерде пластик жапқыштық қоя салдым. Если что, бір нәрсе ағып, бір нәрсе саситын болса, просто жуа саласың темірді и все. На всякий случай. Ол да үйде әдемі болып тұр. Ой, салафанның көкесі. В общем, солай жиди. Осындай жасап алыңдар. Кім салоннан алып жатыр, солар жасап алыңдар. Давайте.